Физикадағы екі мықты теорияны, Эйнштейннің теориясы мен кванттық теорияны біріктіріп жіберсек, бүкіл әлемнің бір бақылаушысы бар екенін меңзейді. Қалай екенін түсіну үшін соңына дейін тыңдаңыз. Эйнштейн жалпы салыстырмалық теориясының ішінде осы тартылыс күшін түсіндіреді. Ол кеңістіктің иілуі дейді, тартылыс күшін. Кеңістікпен бірге уақытта иіледі дейді, сондықтан әр жерлерде уақыттарда әртүрлі өтеді. Бұл кішкене қиындау болуы мүмкін, сондықтан закрепте қараңыз, мен парақшаға тартылыс күші туралы салдым. Енді бұл жалпы Эйнштейннің теориясы. Келесі кванттық теория бойынша суперпозиция деген бар. Ол туралы да мен айттым жалпы. Мысалы, стандартты модельдағы бөлшектерде электрон деген бар. Электрон суперпозицияда бола алады. Яғни оны түсіну үшін қарапайым мысал келтірейін. Бұл жай ғана мысал. Бөлменің ішінде телефон тұр. Бірақ енді ол суперпозицияда дейік. Яғни бір телефон суперпозицияда тұр. Міне, ол бір телефон. Енді егерде бір бақылаушы бақылап қарайтын болса, ол бір ғана телефонға айналады. Яғни бұл бақылаушының әсері деп аталады. Эффект наблюдателя деп аталады. Бұл кәдімгі анықталған белгілі нәрсе физикадан. Енді жерді суперпозицияда деп алып көрейік. Сол кезде кванттық теория бізде Эйнштейннің теориясына сәйкес келмей қалады. Неге? Егер жер бағанағы телефондай, мысалы айтқанда, суперпозицияда болатын болса, онда ол суперпозицияда болған жер кеңістікті жан-жақтан ию керек, уақытпен бірге. Сонда ол бізге біліну керек. Сондықтан бұл сәйкес келмей қалғандықтан ғалымдар әлі түсіндіре алмай жатыр. Альберт Эйнштейннің да негізгі мақсатының бірі осы еді. Өзінің теориясын кванттық теориямен біріктіргісі келді. Жалпы салыстырмалық теориясы мен кванттық теорияны біріктіргісі келді. Енді біріктіріп көрейін десе келмейді. Ал ол сәйкес келу үшін не керек? Бақылаушының әсері керек. Яғни мына мысал секілді. Ол телефон суперпозицияда болды дейік, мысал айтқанда, жай мысал. Бақылаушы әсері болса, бақыласа, ол телефон бір ғана күйге келді. Демек, енді біз бүкіл әлемді мысал ретінде суперпозицияда деп алатын болсақ, ол ретке келу үшін, Эйнштейннің теориясы жүзеге асу үшін, онда бір бақылаушы керек. Сонда екеуі бірігеді. Эйнштейннің теориясы мен кванттық теория екеуі бірігеді. Сонда бүкіл әлемнің бақылаушысы бар деген сөз. Яғни бақылаушы егер бақыламайтын болса, бақыламай қалатын болса, бір шамалы сәтке онда бүкіл әлемнің күл-талқаны шығып кетеді, парадокс болып кетеді. Енді бүкіл әлемге бақылаушы болу керек деген мысалды астрофизик Евгеньевич Борисовтың өзі айтқан.